Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ұлттық музыкалық аспаптар. Сабағымыздың тақырыбы ұлттық аспаптармен танысу. Оқушылар, біз қазақ халқының ерекше мәдени мұрасымен ұлттық музыкалық аспаптармен танысамыз. Бұл аспаптар бізге ата-бабамыздан қалған қымбат қазына. Біз бүгін сендермен танысатын ұлттық аспап домбыра. Домбыра қазақтың ең танымал ұлттық аспабы. Оның екі ішегі бар. Домбырамен ән де айтылады, күй де шертіледі. Домбыраның үні өте әдемі. Домбыра ағаштан жасалады. Екінші аспап қобыз. Қобыз өте көне аспап. Қобыздың сырлы әуені жанға тыныштық сыйлайды. Екі ішекті ысқышпен ойналатын аспап. Келесі аспабымыз сыбызғы. Сыбызғы үрмелі аспап. Оны үрлеп ойнайды. Сыбызғының әуені тыныш, нәзік. Ол желдің сыбдырын немесе табиғаттың дыбысын еске түсіреді. Қазақтың музыкалық аспаптары ғасырлар бойы ұрпақтан ұрпаққа мирас болып келе жатқан мәдени мұра. Жетіген, жеті ішекті шертпелі аспап. Балалар, жаңа сөздермен таныс болыңдар. Қос ішекті, тиек, аспап, перне, әуен, жетіген, қобыз, сыбызғы. Келесі орындайтынымыз суреттегі аспаптардың атын көпше түрде жазу. Одан кейінгі тапсырмамыз сұрақтар. Домбырада неше ішек бар? Қай аспап өте көне? Сыбызғы қандай аспап? Жетігеннің неше ішегі бар? Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.